регистрация. Құрметті ауыл тұрғындары, Қытай азаматтық инженер құрылыс компаниясы жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің екінші жиналысын ашуға ашық деп жариялаймын. Баяндамашы Рүстем. Сәлеметсіз бе, Миболақ ауылының тұрғындары? Бүгінгі экологиялық кодекске сәйкес біз жиналыс өткізіп жатырмыз, яғни қоғамдық тыңдаулар. Жобасының аты Қызылорда, Павлодар, Успенка, РФ шекарасы мен республикалық маңызы бар автомобиль жолының Қызылорда Жезқазған учаскесін, яғни 216-424 км реконструкциялау үшін пайдаланылатын Ұлытау облысы Ұлытау ауданында орналасқан Кустарник учаскесінде кен таралған пайдалы қазбаларды өндіру жөніндегі тау-кен жұмыстарының жоспары. Бұл Кустарник деген кен орнының аты. Ол құрылыс тас болып табылады. Алдындағыдай China Railway Construction Преображен деп айттым ғой. Мына жерде Кустарник деген учаскенің аты. Орналасқан жері осы жерде, яғни жолдан 9-10 километр қашықтықта орналасқан. Газопровод нарғы бетінде. Ауылдан где-то 60 километрде қашықтықта орналасқан. 50. Егер картамен қараса. Яғни мына Миболақтың повороты кіреді ғой, республикалық маңызы бар. Сонымен тікелей неге батыс жаққа картамен жүрсек, сол 9 километр жолда орналасқан. Именно Миболақ поворот кіретін жерінде. Ол құрылыс тас учаскесі. Яғни сол жерде мына айырмашылығы бар неден, грунтовый карьерлерден, 8 карьерден бағана өткізгенбіз ғой. Ана жерде әдісі сәл басқаша, өйткені бұрғылау жару жұмыстары болады. Яғни дәл сондай ашық түрде әдіспен өңделеді, карьер болады, экскавацион спор. Бірақ алдын ала бұрғылау жару жұмыстары болады. Оның санитарный зонасы 500 метр болып табылады негізі. Ауылдан ол где-то 50-40 километрдей қашықтықта орналасқан. Жалпы тереңдігі 13 метр болып табылады мына Кустарниктің. Аумағы 8-20 гектар. Яғни площади территория алатын. Онда қазу мерзімі 3 жыл болып табылады. Яғни мына Қытай азаматтық инженерлік құрылыс корпорациясы шет мемлекеттен келген соң, олар рұқсат түрінде алынады. Яғни алдында айтып кеттім ғой, Қазақстанда жер қойнауын пайдалану 3 түрі болады. Контракт, лицензия және рұқсат. Контракт, лицензия ол коммерческих негізінде, яғни оған кен қазбаларды, яғни мына щебеночный карьерді сатуға басқа мақсаттарды пайдалану болады. Мына жерде рұқсат түрінде алынады. Ол үшін ғана бар. Ол тек қана осы жолға, осы километражға пайдаланады. Яғни ол үшінші тұлғаларға сатуға бір нәрсе коммерциялық істеуге тыйым салынған болмайды. Есіңізде болсын, айтып жатырмын. Мен ең басты міндетім сізге толықтай ақпарат жеткізу. Құқық жағынан болсын, техникалық жағынан орналасқан жерін. Енді 3 жылдан қазып болған соң 216 бапқа сәйкес жер қойнауын пайдалану кодексін және мына қағидаларға, яғни автомобиль, темір жол және гидроқұрылысқа бізге бір арнайы приказ шықты. Жер қойнауын пайдалану упрощенный түрінде алынады. Сол жерде айтылған 6-8 айда мына карьерді жауып кету керек. Қазып болған соң, қазып болады ғой. Бірақ та ана грунтовый карьерлерді 10 градусқа тегістеп береді бульдозермен.
борттарды құлатып, үстіне алдыңғы өсімдік қабатын жабып, алдын ала сол айтпақшы өсімдік қабатын сырып тастайды ол борттарға жинап, отвал деп айтады оны. Сол боғыз қайтадан жабады. Иә, сол қайтадан жабады оны. Ол экологический норматив қой енді. Ал мына жерде борттарды прям 10 градусқа дейін құлатпайды. Уступпен, яғни ступенька қылып 65 градусқа дейін еңіспен сөйтіп құлатады ананы. Шұңқыр болмайды ғой. Иә, шұңқыр болады енді полигон. Но бірақ Терең болмайды ғой. терең болмайды. Үстіңгі вскрышный порода деп айтады ғой, аршу жұмыстары. Яғни жарамсыз таста, жарамсыз грунтта қайттан төгіп ұстайды шұңқырға, тереңдігін азайту үшін. Және өсімдік қабатын қайттан жайып ұстайды бетіне. Сол енді, біз регламентті бұздық қой. Мына бір басқа жиналыс қой. Төрағаны сайлап өту керекпіз, хатшыны сол. Төраға ретінде Ғазиз ағаны және хатшы ретінде Мубарак Рүстемді ұсынамын. Қарсылық жоқ, иә? Жоқ. Жиналысты қазақ тілінде өткізу ұсынамын. Қарсылық жоқ деп ойлаймын. Регламентті енді жиналысты аштық, жарайды өтті. Баяндаманы оқу 5 минут болсын. Сұрақтар, жауаптар 10 минут болсын. Қорытынды жасау 5 минут. Регламентті қарсылық жоқ. Жоқ. Енді ол міндетті түрде осы процедураны өту керекпіз заң бойынша. Сол, енді тағы не айта кетейін. Рекультивацияны айттым, қандай түрде. Бірақ та рекультивация ол тағы бір басқа проект болады. 2-3 жылдан кейін тағы біз келеміз. Енді мына жерде біз қазу жұмыстарын айтып жатырмыз, қандай технология. Ал рекультивацияны сосын айтамыз. Госакты алып болған соң, біріншіден өндіруге рұқсатты алады кен таралған пайдалы қазбаларды. Соның рұқсат негізінде госакт жасайды. Біріншіден ауданда, сосын облыста. Ауданда тек постановление қаулымен шығарады. А облыста уже облыстың әкімнің қаулымен және госакт кадастр номермен беріледі оларға. Сондай тәртіп. Сол госакты алып болған соң біз рекультивация проекті жасауды бастаймыз. Сол кезде мынандай да жиналыс болады. Сол кезде түсіндіреміз, қалай оны қалпына келтіреді, қазақша айтқандай. Қалай оны жабады, ликвидация қалай жасайды. Соны бәрін дұрыстап түсіндіреміз. Мына жерде просто қазу жұмыстары болады. Мен баяндамам аяқталды, сұрақ жауаптарға өшейік. Тас карьер, түсініп тұрсыз ғой, тас карьер, щебенка өндіреді. Тастың түрі известняк деп айтады оны, алювитист известняк. Жолға ең жақсы сол тас. Ақтас па? Ақтас. Ол лабораториядан тексеріс өтті, тас жарамды деп қорытынды шығарды. Тастың бірнеше түрі болады ғой, мысалы гранит. Және ақтас мына, известняк. Сапасына қарай ғой. Ақтас ол жақсы, не үшін жақсы? Өйткені бетонмен араластырған кезде ол химиялық белсенді болған соң ол қатып қалады щебенкасы. Ал гранит ол қатып қалмайды, өйткені оның ішінде құрамында кварц деген минерал бар. Оны арнайы мраморный крошканы қосу керек, қоспалар керек. Бетонның несі Авразиямен жабысу үшін асфальт. Әйтпесе жабыспай қалады. Түсінікті. Еріп қалады. Тәртібімен істейді ғой өздері. Өзінің стандарттары бар өзі. Бірақ жолдың қатысы жоқ, именно карьерде қазір. Аумағы, тереңдігі, орналасқан жері түсінікті ғой сізге. Сұрақтар жоқ болмаса қорытынды жасайық. Жасай беріңіз. Мына Кустарник деген участок, кен таралған пайдалы қазбалардың учаскесіне осы жобаны жүзеге асыруға кім жақтайды? Бәрі жақтайды деп ойлаймын. Өйткені жол бәріне керек, ол проект әрине оны әсер етеді деп ойлаймын осы елді мекенге де, жалпы регионға. Енді назарыңызға рахмет. Тыңдаулардың нәтижелері бүгінгі талқылаудан кейін айтылған ескертулер мен ұсыныстар ескере отырып қоғам тыңдаулардың хаттамасымен рәсімделеді. Яғни осы тыңдаулардың айтылған барлық мәселелер, ұсыныстар мен ескертулер бірыңғай экологиялық порталда
көрсетіледі. Ол портал Ұлытау облысының табиғи ресурстар және табиғат пайдалану реттеу басқармасы мемлекеттік мекеменің интернет ресурсында 2 жұмыс күнінің ішінде жарияланады. Сол, сізге рахмет көп уақытыңызды бөлу үшін. Сіздерге рахмет.